Özbekçe söyleyin de. Özbekçe mi? Білімім жоқ. Адамның бетіне қарай алмайтындығым мен. Бөтен адамдармен сөйлесе алмайтындығым. Қалай қарым-қатынас жасау керек білмейтіндігім. Не только уағыздау керек, қызмет ету керек. Мен қой баққаннан басқа ештеңе білмеймін, Құдай. Қалай сен мен осындай қараңғы адамды, түк білмейтін адамды, оқымаған адамды, тәжірибесі жоқ адамды қызметке шақырып айттым, мен жаспын, қолымнан ештеңе келмейді, саған қызмет ету де келмейді. Мен бұл кезде жаңағы дұрыстап оқи алмаймын да былайша айтқанда. Орысшаны айтпай қояйын. Сол кезде Құдай маған Еремия пайғамбарға жауап бергендей, мен де жауап алдым. Тым жаспын деме. Мен сені кімге жіберсем, солардың бәріне барып, не айт десем, соның бәрін айтатын. Адамдардан қорықпа. Мен саған жар болып, өзіңді аман сақтаймын. Мен жаратқан осыны уәде етемін.